Баршаңызға сәлем достар. Бүгін майонезсіз осындай балғын салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Салатты жасау үшін бізге қажетті заттар: қырыққабат, болгар бұрышы, көк пияз, жартылай ащы бұрыш, сарымсақ, қияр және сәбіз. Қырыққабатты видеодағыдай төртбұрышты етіп тураймыз. Тұз қосамыз. 9% сірке суынан қосамыз. Қолмен жақсылап мыжимыз. Қырыққабаттың бетін жауып 20 минутқа маринадтауға қоямыз. Қиярларды тураймыз. Осылай видеодағыдай жан-жағын кесіп аламыз. Ортасын салатқа қоспаймыз. Болгар бұрышының жартысын ғана қосамыз. Бұрышты өте жіңішке етіп турау қажет. Көк пиязды осылай ұзыншақтап тураймыз. Сәбізді корея күшімен өткіземіз. Жартылай ащы бұрышты өте майда етіп тураймыз. Сарымсақты да майдалап тураймыз. Паприка қосамыз. Қара бұрыш. Ащы қызыл бұрыш қосамыз. Егерде сіз қатты ащы болған қаласаңыз, сонда көпке қоссаңыз болады. Соя соусын қосамыз. Маринадталған қырыққабатымызды жақсылап сығып, салаттың осылай жан-жағына қойып шығамыз. Қатты ысып тұрған сусынайды осылай сарымсақтың үстінен құямыз. Сосын салатымызды жақсылап араластырамыз. Достар, қазақ тілді контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, осы каналыма тіркеліп, егерде сіздерге видео рецепт ұнаватса лайк басып, сонымен қатар комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де басқа да әлеуметтік желілерде өздеріңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен осы видео рецепттің ссылкасымен бөлісе кетіңіздер. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Осындай салатты күнделікті үйге дайындаса болады. Сонымен қатар мерекелік дастарханға тартса да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.